Роналдудың өзі жылаған кезде ше. Андай жүрекке тиеді екен да. Еще андай Испанияға қарсы емес, Францияға қарсы емес, Словенияға қарсы ғой. Роналду кінәлі. Одан бөлек 10 адам ойнап жүр ғой Португалияда ше. Испания, Германия. Негізі финалда сол жақтарда кездесу керек еді, бірақ 1-4-те ертерек кездесіп жатыр. Немістер на опыте алып қойды сияқты. Ол да бар. Испанияның жастарын ше. Бірақ Бірақ енді Германия, Грузия емес қой. ол да бар. Ол да бар ше. Роналдудың жеке жанкүйері болмасам да сказка болу керек. Бұл еврода сказка болу керек. Бәріне ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Бұл сіздермен әдеттегідей инсайт подкаст, сіздердің сүйікті және тұрақты жүргізушілеріңіз Ерік Нияз және мен Аңсаған. Бүгін бізде қонақта Еуро 2024-тің 1/8-ін талқылауға және 1/4-ін қандай ойлармен бөліседі деген күшті оймен Байгайс тобындағы ең футболдан қатты шәрт ететін любойын жығып соққы және голға бір рет барған кезде ұтып тастап, финалға, супер финалға дейін шығып. Ояқта да ұтқам. Беделді Қазақстан жайдарманының чемпионы, актер, көптеген әнші, биші. Бізге бәрібір деген әннің. Сосын биші. Ән, биші, сосын Краш 2023. Краш 2023. И кімде? Интервью аласыз ғой айтпақшысыз. Оны қойдым мен. Оны қойдың ма? Футбол сарапшысы. Онда бір жерде жылқышыбай қуанып отыр десеңізші. Бізде қонақта Жалғас Елеусінов. Қош келдің, брат. Қош көрдім, Аңсаған. Рахмет. Біздің, біз ылғи футбол туралы әңгіме айтамыз дейміз да. Ауысқып кете береміз дейміз. Өсек айтып кете береміз. Бір күні наоборот сондай бір программа ашып арасында футбол айтып тұратын желание бар негізі. Жалпы футбол көріп тұрасың негізі? Иә, футбол жақсы көремін. Сен шәрт етесің негізі? Финалда ол прям қатты бір сарапшы емеспін, Ермұхамед Мәулен ағамыз сияқты. Бірақ соның айналасымын негізі. Айналасың ба? Иә. Ермұхамед Мәуленнен кейін бірден сен тұрсың ба? Иә, екеуміздің илеп жүрген. Андай футболда, орташа білесің, иә? КПЛ-дың жарты тренерлары сияқты, да? Бізге әзіл жағына жауап береді, сол үшін әзіл жағы ақсап жатыр. Сондықтан әзілге на 10 пенді. Болды. Футболда кімге жанкүйерсің негізі? Мен қазір Португалия құрамасына жанкүйермін. Бала күнінен Португалия құрамасына. Криштианоның жеке жанкүйерсің. Ой, анау да сол ғой. Сонда деп ғой. Болды екеуің. Қазақстанда мен ойымша бүкіл әлемде көп қой Роналдудың фанаттары. Кеше вот міне бірден сол Роналдудың матчына. Негізі былай тоже Роналду ма? Аль-Наср, Реал Мадрид, Ювентус деген. Аль-Насрды көрмеймін. Аль-Наср көрмейсің ба? Дұрыс қой оны. Неғып көресің? Бізде көретін Аль-Наср мен Аль-Бірбәле дейтін Иттихад ойнап жатсаң соны көреді. Әдемі, дұрыс. Молодец. Аль-Хилаль барлығын көрем. Аль-Хада, иә. Қаразере бәрін көреді. Итаман. Күшті Реал Мадрид. Роналдудың бірақ кеше бірден сол матчқа кірікті, иә? Реал Мадрид. Кірсек шыға алмай қаламыз. Енді Португалия, Словения, иә? Иә. Күшті негізі 3-0 болатын қарайсың ғой? 3-0 деп ойлайсың ғой негізі аттар. Жоқ, ана бәрі Роналду кінәлі. Одан бөлек 10 адам ойнап жүр ғой Португалияда ше. Иә, негізі бар, иә. Бәрі Роналдуғанда. Құр как будто допты Роналдуған алып, анау оны воротада тұрған қысып айтады да. Мысалы, кім не алып жүр? Сильва не үшін жүр? Бруно Фернандештің ең слабы матчы болды деп ойлаймын сол. Келісем. Білмеймін, ойыны жүрмей қалды ғой, Юнайтедтің негізі. Навес болып кетті ғой. Пепені айтсыңдар сендер. Пепе красавчик. Бірақ анау бір моментте қатты шаршап қалды ғой. Иә. Бірден ауыстырды ғой, иә. 110 қаншасыншы минут? 113-те ма? Ол уже пенсияда очеркте тұр дейді ғой Португалияның. Ол уже қартайды ғой. 41-де ойлашы, бізде 41-де уже көке болып қаласың ғой. WhatsApp-қа бүйтіп жауап беретін де ше. Иә, бүйтіп тыңдайтын жасқа келесің ғой осы ойыншы. 41 жасқа келген кезде. Анау любой туфли ала салатын жас қой негізі. Тойда платошка қойып жаймен. Мынандай көйлек киіп. Кім біледі, Пепе де сөйтіп тойға сөйтіп баратын шығар. Біз білмейміз ғой, тек платошкты басына салса бол. Роналду тек пенальтиді саламағаны болмаса, бүкіл жанын берді ғой. Одан кейін бірге бір шыққанда салмаған болмаса. Сен өзің Роналдудың фанаты болайсың жатсың? Мен Роналдудың фанатымын, но более реалист фанатпын да. Жоқ, мен кеше матч көріп жатырмын ғой.
Роналду бұрынғыдай ойнай алмаған ғой. жоқ иә И анау мысалы үшін қазіргі енді өсіп кетқан балалар Мбаппе айырып алады деп сөйтіп айтады ғой, андай ішің күйеді ғой. Кезінде көрген жоқсыңдар ғой сендер. сол мойындау керек, бұрынғыдай скорості жоқ, бұрынғыдай видениясы жоғалып қалған ба бір нәрсе. Но мен ойымша Роналду да андай сияқты бұрынғы кезбен миы тұр да әлі, но уже денесі өзгермей жатыр. иә андай қалып кетіп жатыр да, былай жете алмай. Бұрын жетіп алатын еді, қазір қалып кетіп тұр. Жетіп алып салып кететін еді ғой қазір. Қартайып қалған ғой сәл. Бірақ андай бермей ма духы? Бермейді, өзінікін бермейді. Духы бермейді. Сол дух өкінішке орай футболда духпен ғана жүруге болмайды. Сосын Роналдудың осы ойынын бір матчпен оценить етуге болмайды деп ойлаймын. Иә. Өйткені квалификация болды ғой. Жоқ, міне евро осы евроға квалификация болды. Сол кезде лучший бомбардир болды Роналду. Лучший бомбардир болды. Ол жерде ше өлдім сөлдім дейтін командалар ғой. Негізі былай, Роналду о жақта наоборот 0 гол салып, мына жақта кішкене көрсетсе күштірек болатын еді. Өзіңді арманы ғой негізі еврода тағы 1 гол салып, андай самый возрастной. Салады. Бұйыртса ертең. Бұйыртса салады. Келесі матчта. Енді Словениямен ойында Португалияның бір слабый тұстары көрініп қалды. Аша алмайды ғой, аша алмады. Оборонаны былай да көрді. Мысалы үшін Бруно Фернандеш жоқ болып кетеді, ойын жоқ қой. Ешкім жүргізбейді ана жерде. Бернарду Сильва берсе білмеймін. Ситидағы Бернарду Сильва қандай еді? И Португалияда Бернарду Мильва ма деп андай. Қатты не жоқ сияқты Португалияның бұрынғы, мысалы 16-дағы составпен қазіргі состав салыстыруға келмейді ғой. Иә. И қазір более ауызбіршілікте особо не жоқ сияқты. Мысалы 16-да команда Роналдуға ойнайтын. Иә, Роналду өткені 16-да прайм еді. Иә, прайм еді. Ал қазір мысалы Сильва Роналдуға көп шығармайды, мысалы. Канселу вообще ақтан жүгіріп келеді. Бірақ кешегі ойында Канселу қатты ойнады. Канселу лучший игрок матча. Но вообще пас берген жоқ қой. Иә, бірақ дриблингтері шаршамай ма бірдеңе екен. Он Нельсон Семедуға ауыстырып тастап еді. Семеду одан жай жүгіріп қалды ма? Еще Витинья, кстати, көрінбеді. Витинья жақсы дриблингтары бар еді ғой. Көбісінің ойыны Ляоның андай дриблингтері өтпей қалды. Бәрі осы ойында бәле жала осы ойынмен бітсін дейтін бар ғой. Ляоны кім ауыстырып еді? бір сары бойы кішкентай Консесал. Оның да дриблингтары қатты өтпеген сияқты меніңше. Сөйтіп Словениямен қиын ойын болды. Пенальтиді Облак қалай алып шықты, баяғы Атлетико Мадрид кезіндегі бірдеңелер хайлайттары еске түсіріп, сол кезде Роналду сәл сынғандай болды. Настроение түсіп кетті ғой, Роналду саламаған кезде. Бүйтіп өзі сынып тепкен сияқты. Уже ма? Данный момент Роналдуда қазір не көп қой? Голдар жаңағы. Жоқ, гол емес. Уайым ба? Ответственность өте көп болып тұр да, ода ше, ол сәл бұрынғыдай бір нәрсені құртып қойып, дальше жүре алмайды да қазір, ол бірдеңе сен бәрін дұрыс істеу керек па? Иә, бәрін дұрыс істеу керек болып тұр ғой, жаңағы қылдың үстінде тұр ғой данный момент. Қазір құртса, бүкіл Португалия оны бүкіл әлем жек көрейін деп тұр да. Өткенде мен ойымша Бруно Фернандешқа берген пасында да сондай сәл ой болған сияқты да ше. Вдругка саламай қалған. Авторитет жинады ғой. Бір жағынан бәлесінен аулақтап ойнап жатыр. Бір жағынан не? Бір жағынан Роналду енді Португалияның бүкіл игроктарына қарағанда өмірінде ең көп важный матчтар ойнап тастаған кісі ғой. Қаншама финал көріп, ол бірақ Роналдудың өзі жылаған кезде ше, андай жүрекке тиеді екен да. Мен салмаса салмай қойса, ладно, салмады деп бүйтіп отырады ма? Жылаған кезде мен негізі Роналдудың фанаты емес, Мессидің де фанаты емес, бірақ жүрекке ауыр тиіп кетті. Қартайып бара жатырық па біз деп ше, дәурен өтіп бара жатыр ғой осы бір. Ол обычный деген андай ойын біткенде жылайтын еді ғой. Ойым типа 95-ке дейін до конца ойнап, характермен жоқ саламыз нифига деп андай. Пенальти болмай тұрып. Пенальти сериясы болмай. Еще андай Испанияға қарсы емес, Францияға қарсы емес, Словенияға қарсы ғой. Словенияға қарсы экстра тайм басталды. Экстра таймда былай моменттер аз. Сөйтіп экстра таймда Пепе қателесіп 115-ші минутта Шешко бірге бір сала алмай қалды. Сол жерде салса, бұл уже Роналду бас түсіп баратқан фотолар салды. Карьераны аяқтап кететін. Сол кезде қатты қиын болды. Бірақ Диего Кошта деген не істеп жатырмын? 90 минут бойы жай тұрдым ғой, давай бір сейв жасап көрейін деп. Сөйтіп жақсы сейв жасап, сөйтіп Португалия сақталып, пенальти басталды. Пенальтиді Роналду ассистентті алып өзі бастады ғой негізі. Негізі 5-ші деп соңынан көрейін да деген жоқ. Бірден гол салды да кешірім сұрап фанаттардан. Не деген мықты дух деймін Роналдуда.
сынып пенальти сала алмай жылап анау ответственный момент қой ең қатты салып еще салып кешірім сұрап ойлашы сенде бір тура мен ғой Роналду ше тура сен өзімді ұқсатамын саған Роналду өзін саған ұқсатады екен ғой кейде бәлкім ондай сөйтіп өзіне көп алады екен білмеймін оны ол жағын білмеймін. Роналдудың қанша подписчигі бар? 650 миллион бар. 650 миллион подписчигің бар да, жылайсың сен. А Медетжанда 1 миллион. 650 Медетжан ғой. 650 Медетжан деген бір тайланд ғой. 659 миллион Медетжан. Бір штуктен багажды. Сөйтіп пенальтиде енді Диого Коштаны көрдік, қалай бүкіл уғайт етеді ғой. Тағы бір 10-15 рет тепсе 15 рет қайтаратын сияқты. Словения игроктары Иличич деген жігіттер өкінішке орай өте банально тепті ғой. Словения пенальтиға вообще Облакты мысық ешкім дайындалмаған сияқты. Иә. Олар сенбеген сияқты. 2-0 ұтылып қаламыз. Пенальти деген кезде дайындалу керек еді тренировкада деп ше. Бірақ именно осы Словения деген командалар андай антифутбол көрсетеді ғой негізі ше. Негізі өтіп кету керек еді ғой пенальтиде. Мысалы Португалияға мен ойымша Словенияға қарағанда Франциямен ойнаған ыңғайлы да, оңай да. Өйткені ашық футбол көрсетеді. Былай ашық жүреді. Амыналар 4 рет атака жасады ма бір нәрсе болды ғой. Тек жат. Бұлай қағат есігін, бұлай қағат. Аналарда бір андай қасқырдан қашқан қозылар құсап жауып деп. Андай сондай. Қалай ойлайсыңдар мына жақта? Ана Диего Коштың мықтылығы болды ма? Әлде Словения игроктарының слабыйлығы болды ма? Сен слабыйлығы десең Диего Коштың мықтылығын алып тастаймыз ба не сонда? Диего Кошта ғой, тәжірибесінде лучший игрок матч алды. Роналду ужинда қасында отырған сияқты. Молодец. Подписчигің көбейеді бүгін деп. Деп па? Алдыңғы ойында Консенсау құтқарып еді, қателеспесем. Консенсау құтқарды. Осы жолы Диего Кошта өстіп финалға дейін негізі 11 игрок жетеді негізі Роналдуны құтқаруға. Финалда баяғы 2016 сияқты 2016-та кім салды? Алыстан Эдер салды, сол сияқты там Жота салып кетуі мүмкін деген сияқты. Жота шығып қандай жақсы ойын көрсетті. Өте жақсы ойын обострить етіп, пенальти заработать етіп. Негізі Роналдудың барлық фанаттарынан негізі кешірім сұраймын алдын ала, но Жота поинтереснее негізі основада ойнағаны. Енді Роналдуда көп нәрсе береді ғой, енді уверенность береді, ананы береді, мынаны береді, там 2-3 игрок оны жабуы мүмкін деген сияқты. Бірақ енді 3 матч ойнады, 4-ші матч ойнады десе, біреуінде болсын Роналду заменада отырып, солай ойнап көру керек еді. Или групповойдың соңғы 3-ші матчында Турциядан. Просто ондай матчтар до этого болды ғой. Типа Роналдусыз ойнаған матчтар. Ояқта да өтті негізі. Вот сол, былай көру керек еді деген сияқты. Бірақ уже интересно. Енді келесі ойынға көшейік. Осы Португалияның. Андай моментті. Қандай момент? Чемпионат мирда рискнули, біз Роналду ойнаймыз деп Мароккодан ұтылып қалдық да. Өйті тренер өте слабый ғой. Қазір тренер жақсы ғой просто. Ну, игроктарға да қатысты бар деп ойлаймын. Оны алын ұтып атты ғой, просто Мароккодан ұтып қалды да. Бірақ әзірге Роналдумен жұмыс жасап тұр ғой. Өтіп тұр ғой, өтіп кетті. Дәлше көреміз. Енді Португалияның ары қарай сопернигі бұл Франция. Франция Бельгияға қарсы ойнады. Енді ол кезде білдік Бельгия жатып алатынын. Өйтіп бүйтіп Лукакуға Де Брюйне бірдеңе пас беріп шығып кетеді ау дейтін сондай бір ойындар болды. Есеп 1-0. Лукаку да ауыстыру керек. Лукакуды ауыстыру керек па? Ауыстыру керек. Ешкімнен кешірім сұрап отыр. Роналдудың семіз түрі болып жүр ғой Лукаку ше. Но хотя бы Роналду бір нәрселер жасап жатыр. Доп қабылдай алмағанын көрдіңдер ме? Лукакудың жолы болмай кетті жатыр. Или артық салмақ па? Лукаку ол өзі андай көп внимание бөлсең ойнай алмай қалады. Ол білдіртпей ойнау керек та. Ромада жүр ғой мысалы үшін, білдіртпей жүр. Ешкім білмейді, Рома ойын көрмейді ғой. Голдар салып жүр да. Біз Еврода бүйтіп Лукакуды қайсысы деген кезде өзі абдырап қалады. Оны ешкім қарамау керек оның ойын. Мен ойымша ол сондай теңда жүру керек та, ол әңгімеде жүрмеу керек деген сияқты. Сондай ойыншылар когда біреуге әркімге әртүрлі работа өтті ғой. Біреуге қатты акцент бөлген кезде қатты ойнап кетеді. Ямаль мысалы үшін қатты ойнап кетті. Біреуге акцент бөлсең Зиза ұстап андай обдирать сөйтіп қалады деген сияқты. Ол сондай қатарлардан деп ойлаймын. Менің ойымша. Докуды жалко болды маған, кстати, сол ойында. Доку жақсы ойнаған сияқты. Доку деген жақсы обострить ететін. Жалпы Бельгияның составы енді қайтадан новый составқа енді көшеді ғой. Келесі чемпионат мирада немесе чемпионат Европада көреміз. Пока что оларға әлі ерте. Франция енді былай да былай мыжып тастады. Коломуани салды, автогол болып есептелді ғой. Коломуани деген
дұрыс болды, чем Тюрамнан қарағанда, өйткені Тюрам дейтін ауыр нападающий ғой. Ол Интерда Мартинеспен бірге ойнайды ғой. Мартинес ол тез жүгіреді, бүйтіп аргентин ше, тез жүгіреді, бүйтіп ашылып кетеді. А Тюрам соған бүйтіп пас беріп, бүйтіп қалады, бүйтіп ашылып береді деген сияқты сондай ойыншы ғой. А Францияда тез жүгіретіндердің арасында Тюрам дейтін Лугаго болып тұр ғой ана жерде. Дұрыс что Коломойни шығып, бүйтіп құтқарып, әйтеуір. Франция деген енді итак өту керек еді ол ойынды. Енді бұйыртса болашақта Франциямен ертең болашақта деп 5 жылдан кейін сияқты Франция мен Португалия келіседі, оны қазір кішкенеден айтамыз. Келесі қызық ойындардың бірі бұл Испания Грузия. Бұл жерде Грузия сказкамен өтіп тамаша Португалияны жеңді соңғы группада 3-ші орында. Сөйтіп Испаниямен кездесті. Енді Грузияда праздник болды ғой енді бұл. Грузия деген күшті андай валид еткім келетін команда бар деген. Ада тойлағаны TikTok-тан бізге жетті ғой. Грузия тамаша. Осы еврода Түркия екеуіне симпатия көп қой. Именно Қазақстанның ше. Күшті команда. Донор жеген сайын валид етіп. Көрші ма или. Сөйтіп Грузия мен Испанияда бірінші Грузия салып кетті. Мынау андай күшті бір сказкаға сенесің ғой енді. Финалда баяғыда Греция жеңіп кетіп еді. Роналду жылап, может сондай бірдеңе болып қалатын шығар деп. Грузия салып сөйтіп бірінші таймда бірден жатып алды олар ше. Ешқандай андайсыз бірден жатып алды да сөйтіп Родри бірінші таймда салып кетті. И екінші тайм уже по классике өтіп кетті ғой Испания. Типа сендерге әлі ерте. Барселонада ойнайтын балдар мынандай болады. Ла Лигада ойнайтын балдар мынандай болады деп бәрін алып шығып осыларға қарап қараңдар. Грузияның тренері айтқан сияқты. Кеше Португалиямен ойнағандай тура өйстіп ойнайды. Дым өзгертпеді. Тура өйстіп ойнайды. Негізі Грузия деген Португалияны ұтты ғой. Отқанмен олар нағыз қиындықпен кездеспеді. Португалия екінші составпен шықты. Португалия сол кезде бірінші составпен шыққан кезде шығып допты да алып алды. Өте күшті ойнады ғой. Бүкіл Испания деген уже типа дайынбыз деді ғой, 1-4-ке дайынбыз. Но бізге пока что тренировка. Давай көрейік та посильнее игроков деген сияқты болды. И сөйтіп класс высший класс болып сөйтіп өтіп кетті. Грузияға бұл жақсы результат. 1-4 деген олар ешқашан шықпаған. Жақсы. 1-8. 1-8. 1-8-ге де шықпаған ғой, Бірінші евроға рет евроға шыққан адам қалай 1-8-ге шығады деген сияқты әңгіме ғой. Сөйтіп Грузия тамаша тарихпен еске салды. Келесі уже чемпионат мира Европада шықпай қалса, неге шықпады дейтін болельщиктер шығады ғой. Сондай уровень ол өзіне жақсы. Составында бір-екі там Европаға кетіп қалатын игроктар негізі бар. Итак, Европада ойнап жүргендер бар. Кварацхелия, Микаутадзе деген сияқты состав жақсы. Бұл Грузияға келесі чемпионат мира Европаларда шығып кетсе, жанкүйер боламыз. Вратары, Валенсияның вратары қандай мысаян ой, жақсы тұрады екен. Келісемін. Сөйтіп Испания шықты 1-4-ке. Оған қарама-қарсы екінші ойында бізде Германия Данияға қарсы. Бұл жерде Грузия мен Испанияның сәл минимальный варианты болды ғой. Германия тоже өзінде полностью ойынды алып алды. Бірінші гол пенальтиден қолға тиді, қазір қателеспесем сондай. Сөйтіп Хаверс салып кетті. Екінші голды уже Мусиаланы өзі салды. Мусиаланы өзі салды. Мусиала деген. Бұлай қарап тұрсаңдар, осындай топовый сборныйларда каждыйында бір жас жақсы ойыншылар бар. Мысалы үшін Испанияда Ямаль бар. Педри, көп енді Испанияда Уильямс деген сияқты. Германияда Мусиала. Португалияда Роналду. Португалияда Роналду. Жүрегі жасты Роналду. Португалияда енді Консесау дейтін әлі полностью кіріп основада игроктар бар енді былайынан. Там мына жақта Англияда Беллингем. Тасатсан жас ойыншыға тиеді ғой, топовый игрокқа. Беллингем, Фоден, Гюлер бар Түркияда. Түркияда Гюлер бар деген сияқты. Сөйтіп Германияда Мусиала өзінің лидер екенін көрсетіп, жақсы 2-0 Данияны изи жауып тастады деп айта салайық. Мойындаушы керек қой. Дания бұл жерде бірдеңе көрсететіндей. Итак, олар группадан шығып выше гол секірген сияқты. Андай ойынымен Данияның. Сөйтіп Германия изи өтіп кетті. Бұл біздің сетканың бірінші жағы еді. Екінші жағында бізде Англия сенсационно ұшып кете жаздады Словакиямен ойында. Мен 1-8-дің жеребьевка шыққан кезде маған айтса, егер Португалия мен Словения қызық болады, сосын Англия мен Словакия қызық болады, сенбейсің ғой негізі. Қоңыш, брат,
Франция Бельгия ғой деп сондай нәрсе айтатын едік қой. Бірақ ең қызықты ойында осы екі аутсайдер мен фавориттердің арасындағы ойындар болды. Англия мен Словакия. Бұл жерде Саутгейтті қалай боқтасақ та жамандасақ та болады. Анандай ойыншылармен ең ұсқынсыз футболды көрсетіп жатқан команда бірінші өткізіп алды. Сөйтіп 96-шы минутта Беллингем Реал Мадридтің характерін алып шығып бисиклетамен ба, через себя ма, не деп айтады, солай есепте теңестірді де, уже ары қарай бірде-бір болғаннан кейін словактар 90 минут защитада отырғаннан кейін уже дух полностью алмай Англияға өтіп кетті да, сөйтіп екінші голды кейін салып Англия изи өтіп кетті. Анау тиктокта ана видеоны көрдің ме? Англияның болельшіктері стадион сыртынан қайтып жатқан кезде гол салған кезде қайтып келе жатады ғой. Сөйтіп Англия өтіп кетті. Енді қазір бәрі Англияға қарсы болып отыр ғой. Бұндай ойын керек емес, сөйтіп емес. Бірақ мен өзім Англияға жанкүйермін. Мен Англия өтіп кетсе екен. Өйткені Реал сияқты ойнағасын ба? Жоқ, өйткені справедливость болу керек та. Футболды ойлап тапқан ел футболды жеңу керек деп ойлаймын мен. Оны жеңбегеніне 60 жылдан ба? 80 ойлайсыз сөйтіп. 60-шы жылдар ма, 80-шы жылдар ма жеңді, қателеспесем. Евроны, сондай команда жеңу керек қой ол. Әлемдегі ең үздік лига АПЛ бар. Келсем. Сол жағынан справедливость болу керек деп. Бірақ справедливость болмайды да, егер олар да жеңсе, өйткені онша емес футболмен жеңіп кетеді да олар деген сияқты. Бірақ негізі андай нәрсе айтады ғой. Нападение выигрывает матчи, защита выигрывает титулы дейді ғой. Англияның осындай онша емес ойына 0-0 ойына мүмкін евроны алып келер оларға деген сияқты. Реалдың ойын напоминает маған ше ол. Сонда Беллингем салғаны еще. Сөйтіп Англия шығып кетті. Параллельный ойында бұлардың потенциальный соперниктары бұл Швейцария мен Италия. Италия сол Англияның сондай вариантын, басқа вариантын көрсетті ғой. Италияда да ойын жоқ. Түсініксіз Швейцарияны қалай аша алады, пастары жоқ. Ди Марконы отырғызып тастаған. Түсінген жоқпын мен Италияның шведтерді, Швейцарияны бәрі андай түсіре береді. Швейцария мықты команда ғой. Еще Rolex шығарады. 2020-да Францияны қалай ұтып тастады. Еще Rolex шығады. Еще ярко ойнайды. Камбэк жасады ғой. 3-1-ден қанша. Варгас деген қалай ойнады кеше, пенальти. Швейцария андай красиво ойнайды ғой. Жаканың өзі қандай. Ұшсақ, ұшпасақ ойнайды. Ашық футбол көрсетеді, оларша всегда. Жабылып. Сөйтіп Швейцария 2-0 изи. 1-0-ден кейін уже Италия больше ашыла бастады. Сөйтіп Варгас дальныйдан ұстап алды бір голмен. Италияда ешқандай ойын жоқ. Фраттезиді заменаға отырып тастады ғой. Білмеймін не істеген. Спалетти ойыннан кейін андай ақталыпты. Осыған дейінгі болған тренерлер осы типа евроның алдында там 20 матчтан өткізген, ұзақ өткізген. Мен дайын емес командаға келдім. Мен дайындап үлгерген жоқпын деп ақталған екен да. Өзің кінәң ғой, сен дайындап үлгермесең сен алмай ақ қой команданы. Конечно. Деген сияқты. Тем более Италияны, Италияда білмеймін. Өз Ди Марконы отырғызып әлемдегі ең лучший левозащиттердің бірі алтты заменаға отырғызып қырсықтығы ма, анаумен ұрысып қалды, мынаумен ұрысып қалды дейді тренерді. Бірақ өзіне обал ұшып кетті, ұшты да кетті. Италия өкінішке орай действующий чемпион Европа ғой, Швейцариядан ұшып кетті. Швейцария енді Англияға қарсы ойнайды. Ал екінші жоғары сеткадағы ол кеше болған ойындар Нидерланды, Румыния. Ең дұрыс ойын болды. По факту ойын ба? По факту. 3-0. Ешқандай сенсация жоқ. Гакпо өзінің гакполығын жасады. Сценарий ойыншы. Ливерпульдің ойыншысы ғой. Шықты. Ближнийға, негізі Ливерпульде всегда ол ближнийға тебеді. Андай негізі нападаушылар дальныйды көздейді ғой. Ол білмеймін, всегда ближнийға тебе салады да бүйтіп. Читать етпейді деп. И всегда өтіп кетеді. И кешегі ойында да ближнийға салды да. Қатты теуіп ближнийға гол тығып кетті. Сөйтіп әрі қарай Малинге бір пас берді, анау сол жақпен дальше өтіп тамаша ойын көрсетті. Малин тағы дубль істеді. И лучший бомбардирде қазір Гакпо тұр. Бірінші орында деген сияқты. Сөйтіп ешқандай подарксыз Ван Дейк изи бетон болып тұр. Қасында Деврей бар. Біреу сынып қалса, ар жақта Делихт деген бір машина отыр заменада. Натан Аке, Дюнфрис, Фримпонг,
составтары идеальный, депай деген сияқты. Сен Голландияның несісің ба? Голландияны да жақсы көремін. Оны симпатия Мен де жақсы көремін. Мен осы оң жақтан шықса екен деймін чемпион. Оң жақ сеткадан. Ол кімдер болуы мүмкін айтайын ба? Голландия, Турция, Швейцария, Англия. Қайсы жеңсе де күшті ғой. Бүтіне дейтін командалар ғой. Мен ойымша осы жақтан Швейцария шығатын сияқты. И сол осы жақтан чемпион болса ғой, негізі финал айтады ғой, финал мына жақта болады дейді да. Типа мына жақтың ойындары 1-4, бір полуфиналдарда негізі финал сол болады дейді да. Типа сол жеңген адам мына жақтан уже жеңіп тастайды деген сияқты. Мен ойлаймын, бірақ ар жақтан шаршап келіп мына жақпен қырылған кезде басқа футбол ғой өткен мына жақта ше. Ана жақта бәрі гранттар, мына жақта уже андай біреу қатты ашылып ойнайды, біреуі Англия деген сияқты ғой. Сөйтіп Голландия шығып кетті 3-0. И кешегі тамаша ойын Турция мен Австрия ең яркий болады деп күткен ойынымыз ең яркий болды. Турция 2-1 есебімен жеңіске жетті. Бірінші минутта салып кетті ғой Турция. Бір қарасам 16 минут болып отыр, қашан салды десем бірінші минутта салып кеткен ғой, үлгермей жатыр ғой ана голға. Сөйтіп бірінші минутта салды. Әдемі Демирель өзінің басымен гік өзі білді, что андай опыты бар ғой, Ювентусте ойнаған, Италияда защита, Киелини, Бануччилардың кітаптарын оқып, солардың дәрісін алған ойыншы ғой. Шықты да дубль істеді. Типа мен защитада былай ойнаймын деп, былай да былай жерден алып шығып жатыр анау. Түріктерге былай ойнайсыңдар деп ана күшті андай. Центральный защитник қой, центральный защитник. Күшті балет етіп отырмын прям. Жақсы ойын көрсетті. Ардагүлердің бір моменті болды ғой. 2-3-ін алдады да Мессиге ұқсап, и сосын ортадан тебе салды ғой. Ойлашы, 19-засың сен. Евроның 1/8-десің, и сөйтіп алдап ортадан тебесің. Қандай күшті. Мен 18 жасында опытымды 2 рет тапсыра алмай қалғам. Аны Еврода шайқап жүр. Деген сияқты андай. Турцияның ойыны күшті болды. Екінші гол тоже стандарттан. Кәдімгі обычный гол ғой, бірақ әдемі кірді. Стандарттан салды 2-0. Одан кейін уже Австрияға терять нечего. Забитсер дегендер не істегісі келеді, соның бәрін былай істеп әйтеуір 2-1 қалды. Сөйтіп 93 минутта Мерт деген Турцияның вратары қалай алып шықты ана сейфті, Бұлайнан бір Дениз ұқсап ана допты ше, құтқарып ана бүйтіп ай деп мықты алып шықты ана Мерт деген бір турецкий сериалдарды көретін бүкіл қазақстандықтар соларға болет еткен сияқты. Давай бізге Шехризадты Бериванды сыйлаған ел ғой деп. Сол үшін байлететін болса көрсетіп. Осымен 1-8 ойын барлығы аяқталды. Күшті болды. Негізі осылар шықса екен деген командалар бәрі шықты деп ойлаймыз. Енді Швейцария мен Италияда Италия шықса, Англия мен Италияның қызығырақ болушы еді. Бірақ енді Швейцарияның өзі нет, біздікі поинтереснее болады деп шығып кеткен сияқты. Сөйтіп енді 1-4 ойындары 5-6 жетсе болды. Нағыз футбол енді бәріміз көреміз ғой оны. Бірінші ойын Испания, Германия. Екінші ойын Франция, Португалия. 2016-дағы Евроның финалы. Үшінші ойын Нидерланды, Турция. Нидерланды, Турция деген қызық қой негізі. FIFA-да ойнасаң қатты тартыс болады оны. И және төртінші ойын Швейцария, Англия. Тамаша 1-4 паралар. Қайсысын көрсең де, мен мына жерде көріп тұрмын, оператордың өзі мнениесін айтқысы келіп отыр мына жерде. Дато қызық матч. Лига чемпионовтың осы 1-4 полуфинал жаңағы несі сияқты. По возрастанию интриги бастайық. Солай соңына қарай. Бірінші Нидерланды, Турция. Өзіңнің ойыңды айтсаң, кімге жанкүйер боласың, қызығырақ деген сияқты. Мен алдыңғысында айтқан, мен Турцияға өтеді дедім, Турция өтті. Нидерланды өтеді дедім, Нидерланды өтті. Англия өтеді дедім, Англия өтті. Швейцария мен Италияны тапқан жоқпын. Неге? Швейцария мен Италия өтсе екен деген. Сосын мына жақтан барлығын таптым. Просто Испания мен Грузияға бәлет етейінші деп айттым да. Негізі былай бәрін тапқан. Так, қалың өзің ойың, Нидерланды, Турция. Түріктерді Нидерланды алып қоятын сияқты негізінде. Негізі, по классу ма? По классу. Уже андай укомплектован тұр ғой Голландия ше деп. Білмеймін, түріктер осы жерге жететін сияқты өзі. Голландия. Арғы или ішінде бір нәрселерді айтуым керек па? Былай жалпы андай XG қанша болды? XG 3.62 Голландия. Қандай, мысал үшін, ойынның стилі қалай болады деп ойлайсың деген сияқты. Білмеймін, екеуі де ашық футбол көрсететін сияқты уже. Өйткені Голландия мен Түркия ойнаған ба осы уақытқа дейін? Білмеймін, ойнаған сияқты как будто. Ойнаған сияқты.
Нидерланды мен Турция. Бірақ енді түріктердің составы жас қой қазір. Соңғы матчта Голландия 6-1 жеңген. Ал одан алдыңғы бір 2 ай арасында Турция 4-2 жеңген. Мынау тамаша ғой негізі. Товарищеский ма бұлар? Бұлар квалификация чемпионат мираға. Мына қараны 3-0 жеңіп жатқан ғой. Соңғы ойында 6-1 жеңген ба? Голландия. Бірақ одан алдын 4-2 қадалған. Соңғы ойында Сүйінжу красный алыпты. Сүйінжу ойнамайды. Если что. Сүйінші десек. Так, білмеймін. Голландия ұтады деп ойлаймын мен ол жерде. Есеп бір 3-1 болады. Қызық. Тамаша. Сәл счетпен бастық. Жақсы айттың по идее. 3-1. Есеп 3-1. Ерік өзіңнің ойың. Турцияны шын жүректен жақсы көремін, бірақ та Голландия Ван Персидің голымен, жаңағы Снайдердің кезіндегі керемет голдарымен жүрегімде қалды. Ух ты. Бұл спорт. Сондықтан да Голландияға болеть етемін. Кешірім сұрайын барлықтарынан, бірақ Голландияға болеть етемін. Болды. Ойларың тамаша. Енді біздің подкастта бір ғана ой болмас үшін мен Турцияға жанкүйермін. Бұл жерде мен Турцияға шын кәдімгідей жанкүйер боламын. Өтіп кетсе екен деп. Енді Голландия өтсе де ешқандай қарсылығым жоқ. Мен өткен чемпионды осы жақтан шыққанын қалаймын. Голландия маған ұнайды, Виналдум, Гакпо деген жаным жақсы көретін ойыншылар. Сондықтан бұл жерде Турция 2-1 немесе 3-1 деген сияқты счетпен өтіп кетеді деп ойлаймын. Голландияның формасы Шахтердің формасына ұқсаған. Ол да бар, қарағандылық. Қатты. Еще Голландияны жақсы көремін, потому что Ван Дейк кезінде Шахтерға қарсы ойнады ғой. Селтикпен қарсы Ван Дейк ойнады ғой. Сондай да информация. Сол кезден жақсы көресіз ба? Сөйтіп екінші ойын Англия-Швейцария. Бірден өз ойымды айтайын. Бұл жерде Англия таптап өтеді деп айтпай қояйын. Бірақ онша емес футболмен болсын 1-0, 2-0 өтіп кетеді деп ойлаймын. Бұл жерде Англияның ойынын ешкім читать ете алмайды. Словакияның өзі ұтып кетеміз деп ойлаған жоқ қой, 1-0 тық кетеміз деп. Олар сондай ғой Англия. Сөйтіп ойнайды олар. Менің ойымша Швейцария өтетін сияқты. Швейцария вообще финалға баратын сияқты. Сондай ойым болды ма негізі. Өйткені олар барады, менің ойымша. Швейцария финалдағы өнер көрсетеді. Беллингем өткізіп жібереді деп отырсың ба кейіндер? Да? Швейцария андай не ғой? Қалай айтса болады? Бәсті кейік та? Қандай бәс? Бір формаға. Ненің формасы? Егер Англия ұтса, сен маған Англияның футболкасын алып бересің. Если Швейцария ұтса, мен саған Португалиянкін алып беремін. Келістік. Португалиянкін ұнатасың ғой сен? Иә. Швейцарияны табу қиын ғой? Тамаша. Скорыйткін алып бермесем. Болды, бізде бәс. Сен молодец болып отыра бересің. Өзің қалай ойлайсың? Мен жаңа сен айтқанмен келіспеймін, жаңа Англияның ешкім читать ете алмайды дегендей. Ол Англияның фанатын айтқанын деп ойлап отырмын мен. Өйткені Словакия ұтылып қалды ғой. Сен де Швейцарияға сондай? Мен сол Швейцария ұтқанын қалаймын. Екеуміз де басты кейікте. Екеуміз де басты кейікте. Тоже формаға. Басты кететін болсақ Англия онда. Просто Швейцарияға болеть етемін, өйткені басты кететін болсақ Англия. Өйткені Швейцария. Бізде бір форма бар. Болды, тамаша. Бізде менде де. Енді екінші қызық ойындар бұл Испания, Германия. Осы Евродағы ең әдемі футболды көрсетіп жатқан екі команда. Осы екеуі негізі финалда сол жақтарда кездесу керек еді, бірақ 1-4 ертерек кездесіп жатыр. Испания группадан ешқандай гол өткізбей және 9 очкомен шыққан команда. Германия 7 ұпаймен шықты, қателеспесем. Екеуі де 1-8 уверен өтті Дания мен Грузияны. И осы жерде самый топовый матч, топовый клубтарда ойнайтын игроктардың ойыны примерно андай Барселона емес, Сити, Бавария сияқты, Реал Мадрид, Сити сияқты команда. Жақсы келтірдің. Реал Мадрид пен Сити ойнап еді ғой, бір қатты күшті ойын болды ғой. Реал Мадрид сәл жатып алып, Реал жатпайды ғой деп, дубль істекеті, сондай высший класстағы ойын болады деп күтіп тұрмын бұл Испания, Германиядан. Білмеймін, бұл ойынды угадать ету қиын енді. Бұл жерде мынаның факторын айтайын десең, ананың факторы жақсы. Ананың факторын айтайын десең, мынаның да факторы жақсы. Енді 51%-те Германияда шанс көп шығар, өйткені олар өз жерінде деп ойлаймын. Атак негізі бұл матч таза 50-50 деп ойлаймын. Өздерің ойларың?
тым угадать ете алмайсың ғой ана ойынды. Иә. Бірақ немістер на опыте алып қоятын сияқты. Ол да бар. Испанияның жастарын ше. Бірақ жас өспей ма, көкейін келіспей ма деген сияқты ғой. Мен Испания ұтатын сияқты деп момент шешіп кетеді ғой андай. Испанияның ойыны слишком жылдам да, и андай четкий да ше, пастары да бәрі түзу бар. Германияда кросс ғана болып тұр пастар. Жоқ, Германияда біз осы еврода көрдік қой, что Германияда ойын әлі 100% идеальный емес екен. Ол өйткені кешегі ойында санын основаға шығарды, былай ойнап көрді, таза нападающий жоқ, Хаверс дейтін сияқты ше. Хаверс таза нападающий емес қой. И ол Хаверске доп келгенде ылғи сол аяғына ала береді. Там сондай бір мелкий андай көрінбейтін проблемалар бар да. Там мысалы үшін Шлоттербекті ойнатпайды деген сияқты андай. Ол шығарып бере алмайды деп ойлайды. Там Нойер білесіңдер андай Бавария мен Реал ойнаған кезде қателесіп кетеді ғой допқа ұстаймын деп. Сондай бір деңгейлер, мелкий нәрселер шешіп кететін сияқты осы ойында. Германия өтеді деп ойлайсың опытпен, иә? Жоқ, айнып қалдым. Ойланып кеттім. Испания ойынына ғашық болдым, Грузия қарсы ойнаған. Испанияда енді Испанияда барлығы идеально, механизм жұмыс істеп тұр ғой. Жақсы. Испанияда Ямаль, центрді айтпай ақ қойғанда, Родри дейтіндер ол кросстардан слабый деп айта алмайды. Қазіргі Родридің праймы, ол әлемдегі лучший опорник қазір. Руис қалай жақсы еврода ойын тауып алды. Педри жақсы ойын тауып алды. Ямаль кім қалай жақсы, Уильямс қалай былғап жүр сол жақта деген сияқты ғой. Защитада кім? Кукуреле дейтіндер ойнап кеткен ғой. Негізі Челсида былық болып жүретін балдардың бәрі негізі жақсы ойнап. Кеше вратар Симон да жақсы ойнап кетті. Бірақ енді Германия Грузия емес қой. Ол да бар. Ол да бар ше. Бірақ Испания өзінің группасында Италиямен кімді мыжған ойын? Италияны Швейцарияда мыжып тастады. Бірақ кімдерден Хорватияны да мыжды ғой. Бірақ Хорватияны кім мыжбай жатыр дейсің, иә? Біз анау кеше Грузияның ойынына қарап Испания деп отырдық та негізі. Алданып қалдық ойнады, күшті болып кетті. Но енді Германия ертең ойнатпай тастауы да мүмкін. Ол да мүмкін. Енді өздері ойларын Германия жеңеді. Мынау қиындау матч болып тұр енді. Өте қиын матч. Ерік өзің не ойлайсың? Мынау енді жақсы ойын болып тұр. Испания, Германия. Мен жаңа айтқандай Грузия қарсы ойынды көрдім де, Испанияның ойынына ғашық болдым. Сөйтіп кайф қой дедім де. И мына ойында именно сол ойынның кесірінен Испанияға бәл десем, Испания ұтатын сияқты деп ойлаймын. Тамаша, біздің подкастта бір ғана ой болмасын деп айта берсең. Мен енді мынандай сказкаға сенемін да. Если оң жақтағы сеткадан чемпион шықпаса, хотя бы Кросс өзінің соңғы матчында чемпион болып карьерасын аяқтасын. Өз жерінде Кросс өткен баяғда негізі сборныйда аяқтап еді ғой карьерасын. Негізі өйтетін болсаң көп брат. Жоқ, бітірейін деп жатқандар. Қара, сборныйда аяқтап тастады ғой. Сборный Кросс. Әлі евро алмаған. Ол чемпионат мираны ғана алған 2014-те. Левандовский ұшкен. И евро кімге Кроссқа андай жақсы бүйтіп шығарып салсын деген. Ол баяғда сборныйда андай аяқтасқан еді. Осы сборный әдейі шақырып алды евроға. Қайтып келші сборныйға деп ше. Бізге центрға жетпей жатыр деп. Мен Германия болельші. Бірақ бұл жерде Испания шығып кетсе де ешқандай қарсылығым жоқ. Карвахальдың бірінші евросы ғой қарап тұрсаң. Кім ұтса да достойный ғой. Бұл ойында біз за красивый футбол тек қана 90 минут бойы әдемі ойын көрсек деген ниеттеміз. Енді соңғы ойын бұл әдейі алып қалдым екеуің де Роналдудың жанкүйерлісіңдер. Бұл жерде Франция бұл евроның басты фавориттерінің бірі және Португалия өздерінің сүйікті командаларын. Мбаппе жас бала ма әлде Криштиану Роналду опыт жеңіп кете ма? Мбаппеде опыт жоқ дейін десең де ол чемпион мира болып тастаған 18 жасында. Ол финалда чемпионат мираның финалында хет-трик істеген бала. Оған бір опыт керек деп айтпайсың. Таза қызық ойын. Бұл да негізі екеуі бір күнде болатыны жаман. Өйткені ол эмоция 2-3 күнге созылу керек еді. Күттіру керек еді. Бірінші күні Испания, Германия бір 2 күннен кейін ойнаса да қызық еді. Бірақ бірінші күні Испания, Германия. Сол матчтың эйфориясы бітпей тұрып бірден Франция, Португалияға көшеміз. Енді бұл ойын бойынша ойларың? Өте қиын. Қиын, Франция, Португалия деген. Бірақ та енді қазіргі Францияның ойынын көрсең, Португалиямен деңгейлес. Өтіп кетуге болатын сияқты ма? Алып ұшып тұрған ештеңесі жоқ болып тұр қазір Францияның ше. Бірақ енді білмейсің ғой қайтып ойнап кететінін ертең.
бірақ сонда да мен Португалияға жанкүйермін. Соңына дейін ба? Иә. Бірақ Мбаппелер ертең бұлғауы мүмкін андай пепелерді ше 40-тасыз ба көке деп өтіп бара жатса қасында. Бермейді ау пепелер по-любому. Канселу мен Мбаппе деген жақсы дуэль болайын деп тұр. Ертең Далотты сол жаққа шығарса, немесе Нуну Мендеш сол жақта ойнайды. Бірақ Далотты ана жолы жақсы ойнаған еді. Негізі Канселу шаршап қалса экстра тайм болатын сияқты сонда да. Сондай қызық болайын деп тұр. Бұл енді пенальтиге дейін барып лотерея болса дейтін да ойын негізі. Қиын болайын деп тұр ойын. Франция Португалия деген бүйтіп вывеска матча дейді ғой. Қатты болып тұр, финал. Бүкіл әлем қарайтындай. Бүйтіп қазір Роналду мен Мессиден кейінгі поколение осы Мбаппе, Роналду. Қайттан сол айналып келді. Холландты айтайын десең, сборная өте нашар, сондықтан. Беллингем дегендер. Бұл ойын менің ойымша кішігірім осы жылғы золотой мячты решать ететін ойын деп есептеймін. Өйткені Мбаппеге осы евро ғана спасать етеді негізі Мбаппені. Әрі қарай Англиядан егер Англия чемпион болып кетсе, Беллингем сияқты Фоденнен қарағанда Беллингемнің маркетингі жақсы работает етеді ғой, Реал Мадридта. Ар жақтан Копа Америкадан Винисиус жеңіп кетсе дейтін сияқты, осы бір кішігірім талас, и осы талас осы 1-4-те басталайын деп тұр. Өзіңнің ойың бойынша Франция, Португалия досым? Мына жақта мен бірдей дегенге келіспеймін. Франция мықты, мойындау керек, каждый позициясы мықты. Франция жаңа Германия, Испания дегендерден кем емес. Просто анау ертең центрда Бруно Фернандеш, Витинья дегендер ше, Канте былай ойнайды ғой деп, топтарын берші деп бүйтіп алып кетіп өзімен бірге. Осы Канте деген қатты ойнайды. Қазір де қатты ойнап жүр ғой. Өте қатты ойнап жүр ғой. Португалия именно Евродағы осы 4 матч ойнады, 4 матчта слабый ойын көрсетті деп айта аламын. Но именно Францияға жақсы дайындықпен келеді деп ойлаймын. Өзінің Евродағы прайм ойын көрсетсе екен деп ойлаймын. Ұтылса да достойно ұтылса екен деп отырмын. Андай ұтылса екен деп отырмын деген. Достойно ұтылса. Енді жаңа Словениядан ұтылса, уже обидно болушы еді. Өзі Франция Словения дейтін не болмашы ол. Ал именно Франциядан ұтылса нормально да, түсінесің да. Ал енді ұтқанын қалаймын, конечно, бүкіл жүрегіммен. Енді Роналдоның соңғы евросы в любом случае Роналду үшін прям өте маңызды өміріндегі күндердің бірі деп тоже айтуға келеді. Жоржина үйленгеннен кейін осы тұр дейді ғой. Үшінші орында өкініш бойынша Ирина Шейктен айырылсын. Жаңағы кезінде Мароккодан ұтылып қалған кезде бір 3 күн бойы настроением болмай, 3 күн бойы жұмысым жүрмегенім бар. Португалияға жанкүйерсің ба? Португалия жанкүйермін. Бұл жерде Португалия ұтады деп отырмын. Біздің подкастта бір ғана вариант болсын. Мен де Португалияға жанкүйермін. Неге? Маған мысалы үшін қарағандай әлі Мбаппелердің алар асу алда. Оларға әлі бар да алатындан. Чисто сондай жағынан айтып тұрсың ба сен? Мен бұл жерде Роналду алса екен және Португалияның қазіргі молодой составы үлкен матчтарды көру керек әлде десе. Полуфинал, финалды көріп, сол жерде ұтылса, олар ертең кейінгі евроларда Роналдусыз баруға опыт бар да уже. Францияда оларда не көп, опыт көп. Бәрі финал көріп тастаған ба, бірдеңе оған жерде. Сондықтан Португалияға керегірек бұл победа. Португалия әрі қарай уже целое поколение новый болайын деп тұр ғой ол жерде. Роналду кетеді, ертең Жота, Феликс, Гонсалу Рамуш деген нападение басталады. Ляо дейтін, Бернарду Сильвалар уже типа андай ветерандау болады деген сияқты ғой. Бәрін алып тастады и уже новый поколение, осы новый поколениеға осындай үлкен матчтар, қатты опыт керек болады деп ойлаймын. Бірақ опыты бар Франция олар жеп тастауы мүмкін. Білмеймін, бірақ бұл жерде Францияға да маған Францияның да футбол ойнайды да. Өйткені Францияда Гризман деген тамаша ойыншы бар. Маған жалпы футболда ең сүйікті ойыншылардың барлығы АПЗ. Атакующий полузащитниктер да. Гризман сондайлардың бірі ғой. Не үшін? Өйткені олар красивый футболды олицетворять етеді ғой, короче. Роналдиньо, Озиль, Каутиньо деген сияқтандай. Всегда хайлайт бар нәрселер, и солардың қатарында Гризман да бар. Ол Гризман деген
любой жерде ойнайды, атжанту форвард болады, нападающий беріп береді деген сияқты. Сондай. Бір кезде золотой мяч алу керек еді сол деп ойлаймын тоже. Гризман ба? Иә. Қате ойлаған екен. Үшінші орын алды ма да? Чемпионат Көрермен көзайымын алды ғой. Иә. Сол кезде. Әдемі костюм деген. Сынаяқта еще. Бірақ мен өзім жанкүйермін Португалияға. Роналду. Рахмет. Роналдудың жеке жанкүйері болмасам да, сказка болу керек. Бұл еврода сказка болу керек. Бізге әлі Грузияның сказкасы, там Швейцарияның сказкасы аз, әлі Турцияның сказкасы аз. Бұл жерде әлі бір бәрі жазатындай сенсация керек. Әлі ол болған жоқ деп ойлаймын. Сондықтан осы 1-4, 1-2-де сондай бір сенсация болады деп ойлаймын. Мүмкін ол сенің Швейцарияң болуы мүмкін. Мүмкін ол Португалия, Германияны да, Францияны да ұшырып жіберуі мүмкін деген сияқты ғой. Испанияны да ұшырып жіберуі мүмкін. Бұл евроның әлі айтары бар деп арнамыздан алыспамыз дейді. Мына жақта ең обидный менің ойымша, мысалы бүкіл футбол тарихындағы ең великий конкуренция дейді ғой, Месси мен Роналдудың конкуренциясы келе жатқан кезде Месси чемпионат мирін алды. Осы кезде как будто біткендей болды да. Месси титулмен Роналдуды алып мен де бармын ғой деп айтатындай ма? Теңесіп қалса екен деген. Бірақ Роналдудың ойынымен, қазіргі ойынымен Мессидің чемпионат мирда ойынын салыстыру вообще келмейді ғой. Месси жас екенін көріп қалды ғой. Месси ол кезде қаншада болды? Роналдудың осыдан 3 жыл бұрынғысы болды. Жоқ, ол Итак өзі 3 жыл. Өзі ма? 33-те болды, иә? Месси болды. Роналду сол жасында Ювентусқа бүйтіп салып атқан кезі ғой. Екеуі жасты болса. 34-те Роналду 34-те. Роналду 33 жасында саған соны. Получается, екеуінің прайм кездері ғой сол. Месси сонда 2 жылдан кейін осындай бола ма? Жылай ма? Месси қазірде жай болып қалған. Ой, просто мынандай ғой, Мессидің қазірде жай, бірақ ода хайлайт бар ғой. Ол всегда доппен жүреді, добы бар, пас береді, голевой пастар деген сияқты. Роналду ондай ойыншы емес, Роналду замыкающий больше. Замыкающий. Сондай ойыншы ғой негізі Роналду бүйтіп. Моментте салып жіберетін деген сияқты ғой. А Мессида ол доп көп келеді, оған Молли Гризман сияқты ма? Астынан доп алып келеді оған. Мессиді андай бір мойындамайын емес, Мессиде потолок қой негізінде ше. Андай фантастика ғой. Роналдудың жеке фанаттары бар ғой. Месси жамандай беретін ше. Андай Мессиді ойнай алмайды дейтін Роналдудың фанаттары. Оны түсінбеймін. Мессиді мойындау керек, ол Месси ғой. Месси. Бірақ енді анау Коpa Америкадағы бағана азандама несін қарағам, сеткісін. Сеткісі бандай болып тұр. Финалға ойнап баршы. Қалғып ойнап отырса да жетеді ғой, негізі. Сөйтіп Еуропа чемпионатының 1-8 ойындары осымен бітті. 1-4 ал. Құрметті көрермендер, сіздер де жазып кетіңіздер. Кімге жанкүйерсіздер, қай ойында кім жеңеді, өз ойларыңызды жазыңыздар. Біз барлығын оқимыз. Мүмкін бүгін бізбен келіспейтін моменттеріңіз болса, жазыңыздар. Келісетін момент болса, ой, молодец, жалғыз тамаша айтты, аңсағанның тамаша сөздеріне қосылып, ерік неге отыр деген сияқты нәрселерді айтсаңыздар. Сондай барлығын жазып кетіңіздер. Біз барлығын оқимыз. Жалғыз келіп ойыңмен бөліскеніңе көп рахмет. Осы келе жатқан маған осындай келе жатқан жаңа жылмен маған осындай өзінің мнениясы бар футбол қарайтындар ұнайды, типа Швейцарияны өткен қалай сияқтылар ше. Сондай адамдарды бірден мен оценить етіп. Мен просьба бар. Қолын жалғасқа соңында. Қолынан бір жетім бар. Сенде пародия түсіретіндерің бар ғой? Бізден кейін инсайттар деген пародия түсірші бізге. Жоқ, біз пародияны қойып кеттік. Именно бізге келгенде қояды дейсіздер. Как будто түсірейін жатқан сияқты. Пародияны қойып кеттік. Енді біреу жазып жіберген ғой. Енді Байгайс оригинал. Самполар деп түсіріңдерші, жыртады дейді да. Оқыдым да, жауап бергім келмеді. Қош жауап беремін. Сұрадым да, не ол самполар дегенде? Сампо дейді да, жаңа тиктокер сампо. Соны самполар деп түсірсеңдерші пародия қылып дейді. Қайтып не істейміз оны дедім да. Қалай түсірсің? Идея айтшы дедім да. Ол адам ғой, ұяптаймайды. Ол сериал, ол кино. Роналдулар сияқты. Самполар деп түсіресің. Андай жоқ, ойланбайды. Похуй айтып салды. Андай типа нәскилер деген сияқты ғой. Подкаст. Бірақ ол болмайды. Подкасттар деген подкаст түсіре аласың. Ол да рахмет. Құрметті көрермендер, аман сау болыңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер және келесі КПЛ кім чемпион болады биыл? КПЛ?
Шахтер емес. бітірмей қойсын. Болды бітіре. Келесі подкасттарға келсеңізші 1-4 ойындарынан кейін жолығамыз. Аман сау болыңыздар. Сүй. Сүйгенді сүй.